Бүгіннен бастап дүкеннен печенье сатып алмайтын болдық. Өйткені бұл печеньені бір жеген адам қайтадан екінші рет жегісі келеді. Алдымен құрғақ ингредиенттердің барлығын араластырамыз. Қанттымызды, ұнымызды, қопсытқышымызды, одан кейін осылай майымызды қосып, жұмсақ песочный тестомызды жасаймыз. Дайын болғаннан кейін оған бір жұмыртқамызды қосып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Мінеки, біздің қамырымыз осындай жұмсақ болды. Енді оны теңде екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігіне 2 ас қасық какаоны қосып, бізде шоколадты массаны жасайтын боламыз. Достар, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте тез жасалатын және де тез таусылып қалатын шоколадты печеньелар. Енді бірінші ақ массамызды осылай 4 бұрышты етіп жайып аламыз. Үстіне қара шоколадты массамызды жағып, осылай бір текті етіп жан-жағын тегістеп аламыз. Одан кейін дәл видеодағыдай рулеттерді жасайтын боламыз. Сонымен қатар достар, мен жоғарыда өте дәмді пиццаның сілтемесін қалдырамын. Сілтемеден өтіп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Пешімізді 170 градуста жақсылап 15-20 минут қыздырып аламыз. Одан кейін біздің печеньеларымызды осылай әдемілетіп видеодағыдай тураймыз. Мінеки достар, біздің печеньеміз дайын. Енді оны 170 градуста қызарғанша 15-20 минут пісіріп аламыз. Жасалу жолы оп-оңай, өте дәмді печеньеларды сіздерде балақайларыңызға жасап қуансаңыздар болады. Сонымен қатар комментарийға өз пікірлеріңізбен де бөлісуге ұмытпайық. Сіздермен бірге болған Гаухар, ас болсын.